Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әдеттегідей күрке шаруашылығы жайлы болмақ. Яғни бүгінгі видеода жалғыз тақырып талдайтын боламыз. Ол мынау күрке тауық құстарын ұяға қалай жатқызу керек. Қадірменді менің каналымның көрермендері, біздің жаңадан өсіп келе жатқан, дамып келе жатқан каналымызды қолдап, видеоның астына лайк батырмасын басып, және де біздің каналға осы видеоның астыңғы оң жағында тұратын қызыл подписаться батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Және де біздің каналдың жаңалықтарын өткізіп алмас үшін сол подписаться батырмасының жанындағы қоңыраушаны басып өтіңіздер. Тақырыпты талдауға кіріспес бұрын сәл кіріспе айтып өтейін. Мынау алдарыңызда көріп тұрған 3 ақ мекен, ол менің былтырғы шығарған балапандарымның қысқы сойғаннан қалған 3 бас белая широкогрудая. Және де қыс уақытында мынау біздің тұрған жерімізде тоқпен кішкене қиындықтар болғандықтан, яғни көктем уақытында жөндеу жұмыстары жиі жүріліп, тоқ өшіп қалып жатады. Сондықтан инкубаторға генератор іздеу, аккумулятор іздеу сияқты мәселелер туындап жатады. Биыл ол мәселені мен қалай шештім? Қолдан 2 инкубатор жасадым, 12 вольттық, яғни кез келген уақытта свет өшіп қалған кезде, жарық кетіп қалған кезде аккумулятор, қарапайым аккумулятор қойып қоям. Ол 6 сағатқа дейін жаңағы инкубатордың ішіндегі температураны ұстап тұруға септігін тигізеді. Және де екінші жолмен шешкенім ол мына ұқсаған қарапайым кіші салмақтағы күрке тауық сатып әкелген болатынмын. Менің шаруашылығымда қазір осы қарапайым күрке тауықтардың 3-еуі жатыр. Мінекей, ұяға мына жерде 2, және сетканың ар жағында тағы 1 бар. Осы 3 күрке тауықты ұяға жатқызған болатынмын. Енді қазіргі талдайтын тақырыбымыз күрке тауықты ұяға қалай жатқызу керек, орынды қалай дайындау керек. Соны сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау ұяға алдарыңыздағы 3 күрке тауық қайта-қайта жатып алып жүр. Енді бұның күрігі қалай піскенін білет десеңіздер, мінекей, қасына таясам, айбар көрсетіп жатыр. Бұл күрігі пісіп, жұмыртқаға жатуға дайын деген сөз. Мінекей, осы 3 күрке тауықтың 1-еуін қазір жұмыртқаға жатқызатын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге жұмыртқа керек. Мынау жиналғанына шамамен 10-12 күн болған жұмыртқалар. Одан кейін мынандай жарамсыз машинаның дөңгелегі және шөп. Дөңгелекті қазір орнына орналастырып, ішіне мынау жан-жағының барлығына шөпті тығындаймыз да, ұя сияқты қылып дайындап, жұмыртқаларды орналастырамыз. Ендеше жүріңіздер. Мінекей, қадірменді көрермендер, мына ұқсап доңғалақтың жан-жағына шөпті әдемілеп тығындайсыздар да, доңғалақты орналастырасыздар. Ұямыз дайын. Қазір осы доңғалақтың ішіне жұмыртқаларды салып, одан кейін бұйыртса күрке тауықты жатқызатын боламыз. Жалпы қазақ өте ырымшыл халықпыз ғой. Бұрыннан бері үлкендерден естуіміз бойынша күрке тауықтың жалпы тауықты жатқызған кезде астына жупсан
салмайды дейді. Яғни бұл күрке тауықтың астына 15, 17 яки я болмаса 19 жұмыртқа салуға болады. Бізде енді жиналып қалған жұмыртқалардың саны әжептәуір болғандықтан бүгін бұл күрке тауықтың астына 17 жұмыртқа саламыз. Ал ендеше бісміллә деп. Мына жатқан күрке тауықты үркітіп алмас үшін ақырын сөйлейтін боламын. Оң қолмен салайық. Жұмыртқаны салған кезде міндетті түрде ешқандай жарығы, ешқандай жұмыртқаның кемшілігі болмауын қадағалап қараған жөн. Бұл күрке тауықтың астына шама келгенше ішіндегі ең әдемі, ең үлкен жұмыртқаларды салуға тырысамын. Мынау өте кішкентай. Себебі менің шаруашылығымда қарапайым күрке тауықтармен қатар өздеріңізге белгілі белая широкогрудая үндігімен қарапайым күрке тауықтың арасындағы гибрид болу ықтималдылығы өте жоғары. Сондықтан қарапайым күрке тауықтың жұмыртқасы сәл кішірек болады. Мен белая широкогрудая жұмыртқасы ұқсайтын жұмыртқаларды салуға тырысып жатырмын. Мінеки. Ендеше міне ұямыз дайын. Қазір күрке тауықты әкеп осы жерге кіргіземіз. Бұйыртса күрке тауық жұмыртқаларды көріп өзі келіп жатады. Мінеки, ұяда жатқан күрке тауықты ұстап алдым. Қазір кіргіземін. Бісміллә. Ал орнаттағы. Мінеки, қазір сіздермен күрке тауық жұмыртқаларды тауып, өзі көріп, жатқаннан кейін жалғастыратын боламыз. Мінеки, ардақты ағайын. Оппа. Күрке тауыққа қарағаныма 15 минут болды. Жұмыртқаны көріп, айналып жүріп, бірден жұмыртқаның үстіне жатып жатыр. Мінеки, күрігі пісіп тұрған, құрығы дайын болған күрке тауықты жұмыртқаға осылай жатқызасыздар. Өзі орнын дайындап, реттеп жатыр. Қазір жақынырақ барып түсіремін. Мінеки, қазір күрке тауығым жұмыртқаларды реттеп, өзін қайлап, астына басып алады. Ендеше қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп, үйренсін деп салып жатқан бүгінгі ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Бейбіт күндерде жүздескенше. Қош сау болыңыздар.
Thank